Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қалай біз дисциплина қалыптастырамыз, және қазақша айтқан кезде қалай біз өзімізді бір тәртіпке сала аламыз. Осы жайлы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер білесіздер, дисциплина дегеніміз ол біздің мақсатқа жетуімізге, және де өзіміздің алдымызға жаңа мақсаттар қоюымызға көмектеседі. Біз мақсат қою үшін бізге мотивация болу керек. Біз бір адамның салмақ тастағанын көріп, оның бұлшықеттерін жаттықтырып жатқанын көріп, немесе оның 35-40 жаста өте жас көрінетінін көріп, сол кісіден қарап мотивация аламыз. Бірақ мотивация дегеніміз ол бізде сол уақытта бөлінетін біздің ағзамыздан ол дофамин. Яғни ол бізге жай ғана көңіл күй сыйлайды. Вау, қандай керемет әйел, 40 жасында осындай әдемі болып көрініп тұр, қандай бұлшықеттерінің барлығы тамаша, ешқандай артық салмағы жоқ деп. Бірақтан да бізде ол картинаға жету үшін бізге тек қана мотивация ғана емес, дисциплина керек екен. Яғни бізге де тәртіп керек. Егер де біз өзімізді тәртіпке салып отпайтын болсақ, онда бізге ешқандай мотивация көмектесе алмайды. Сол сияқты мысалға айтатын болсақ, өзіміздің біз даусымызды жақсартқымыз келеді, дикциямызды жақсартқымыз келеді, бірақ біз басқалардың сөйлегеніне қарап шабыт аламыз да, ал өзіміз сол нәрселерді жасауға келген кезде біз әдемі сөйлеуді, мысалы біздің мақсатымыз әдемі сөйлеу болса, бірақ сол әдемі сөйлеуге жету үшін бізге әртүрлі артикуляциялық жаттығуларды, дикцияға арналған жаттығуларды жасау қажет болады. Ал біз осы жаттығуларды жасағымыз келмейді. Өйткені бізге тәртіп жетіспейді, немесе біз өзіміз сол дисциплинаға бағына алмайды екенбіз. Ал бүгінгі видеода мен сіздерге қалай дисциплинаға біз бағынамыз, осы жайлы айтатын боламын. Көбісі ойлайды, дисциплина дегеніміз ол біздің өзіміздің еркіндігімізді шектеу деп. Бірақ керісінше ол біздің ешқандай еркіндігімізді шектеу емес. Өйткені сіз мысалға дикцияға арналған жаттығуларды жасамай, 3 минут емес 3 сағатыңызды әлеуметтік желіде немесе бос сериал қарап өткізуіңіз мүмкін, немесе әртүрлі сондай өзіңізге пайдасын тигізбейтін заттарды жасап өткізуіңіз мүмкін, немесе 3 минутыңызды осы артикуляциялық жаттығуларды жасауға арнай аласыздар. Бұл сіздің достар таңдауыңыз. Ең алдымен осы біз дисциплинаны таңдау деп алуымыз қажет. Өйткені сіз әлеуметтік желіде бос уақытыңызды өткізіп, өзіңізді сыйламай, өзіңіздің болашағыңызды алаңдамай өткізуіңізге болады, немесе сол уақытыңызды сіз жаңа тіл үйренуге, жаңа білім үйренуге арнауыңызға болады. Әрине ол өзіңіздің тәртібіңізге, өзіңіздің мақсатыңызға байланысты. Енді дисциплина дегеніміз ол барлық біздің мақсаттарымызға жетуге көмектесетін ол кілт болып табылады. Мысалға, менің мақсатым көлік жүргізуді үйрену болса, бірақ мен көлік жүргізуді үйрену мақсатым болғанмен мен рульге отырудан қорқамын. Яғни мен жүру ережелерінің барлығын жаттап алу мүмкін, бірақтан да мен рульге отыруға қорқамын. Осы себепті мен ол нәрсені кейінге шегіріп жүре беремін. Яғни менде мотивация бар, рөлге отырамын деген, мен көлік жүргіземін деген мотивация бар, бірақ менде дисциплина жоқ болғандықтан мен ол нәрсені кейінге шегере беремін. Яғни мен ертең барамын, жаңа жылдан кейін барамын, немесе келесі жылы барамын деп осылай мен ол процесті кейінге шегеріп жатырмын. Бірақтан да бұл арқылы біз өзіміздің босқа уақытымызды өткізіп жатырмыз. Уақыт деген ол бір орында тұрмайды, ол өтіп жатыр. Яғни сіз ертең қалайша өзіңіздің қартайғаныңызды байқамай қаласыз, ал қартайған уақытта сізге ондай нәрселермен айналысу қиынға соғады. Яғни сіз қорқа бастайсыз, немесе сіздің денсаулығыңызға байланысты рөлге отыруға сізге шектеу қою мүмкін, сол сияқты түрлі жағдайлар орын алуы мүмкін. Сол үшін де сізге қазірден бастап өзіңіздің дисциплинаңызды қалыптастырып, соған бағыну қажет болады. Және де достар, мысалға айтатын болсақ, менің видеоларымда да менің каналыма тіркелмей күнделікті қарап отыратын адамдар бар. Яғни оларға да, кейбір адамдарға да, яғни менің видеоларымды қарау, олар тәртіпке айналып кеткен. Олар күнделікті ютубқа кіріп, менің каналыма кіріп, осы қандай видеолар салды екен, қандай маңызды ақпараттар берді екен дейтін менің подписчиктерім бар екен. Яғни сіздер де мысалға осылай күнделікті менің видеоларымды қарауға тәртіпке айналдырған болсаңыздар, онда менің парақшама жазылып алуға кеңес беремін, достар. Менде 6000 подписчикке дейін аз ғана уақыт қалды, аз ғана адамдар қалды. Яғни
яғни оқырмандар егерде жазылатын болса жаңа жылға дейін менде 6000-ға оқырманға жету мүмкін. Сол себепті де егер маған көмектескілеріңіз келсе, маңызды ақпараттарды, маңызды видеоларды бірінші болып тыңдағыларыңыз келсе, онда менің YouTube каналыма да жазылуды ұмытпаңыздар. Дисциплинаға біз өзімізді тәртіпке салу барысында бізге миымыз қарсылық білдіреді екен. Яғни біз мысалға таңертең ерте тұрамын десең, миыңыз сізге жоқ, жата тұр, кішкене демалып ал, не істейсің ерте тұрып деген сияқты біздің ойымыз сондай, миымызға сондай ойлар келеді. Келесі кезекте бізде, егер біз ол миды тыңдамай, дисциплинаны күнделікті біз жазып қойсақ, таңертең маған сағат 6-да тұру керек, немесе таңертең күнделікті маған 7-де тұру керек, осы нәрселердің барлығын жасау керек деп, осыны біз тәртіпке айналдыратын болсақ, мысалға таңертең менде күнделікті қай уақытта тұрсам да йогаға 10 минут арнаймын. Яғни йогаға, жаттығуға, денемді оятуға 10 минут уақытымды арнаймын. Сол сияқты сізге де осылай жасап қоятын болсаңыз, онда өзіңіз сіздің, яғни күнделікті 1 апта көлемінде немесе 2 апта көлемінде дәл осылай жасай беретін болсаңыз, 1 апта, 2 аптадан кейін сіз жай ғана ешқандай будильниксіз өзіңіз оянасыз, өзіңіз таңғы ас ішетін болсаңыз, таңғы асыңызды қалай өзіңіз жасап жатқандығыңызды, және де тіпті жаттығу жасайтын болсаңыз, қалай өзіңіздің арнайы кілемшеңізді алып келгеніңізді білмей қаласыз. Яғни сіздің миыңыз ол заттарды күнделікті жасауға барынша үйреніп қалады да, сол тәртіпке бағынып, ол күнделікті мысалға жаңағы сіздің кілемшеңізді алып келіп, жаттығуыңызды ютубтан қосып, сізге жаттығу жасауыңызға ешқандай қарсылығын білдірмейді. Яғни сізге ең алдымен өзіңізді тәртіпке салу қажет, сонда ғана сіздің миыңыз да кез келген нәрсені оңайлықпен жасай береді. Және де бұл сіздің ең бастысы ешқандай еркіндігіңізді шектеу емес, ал керісінше ол сіздің өз уақытыңызды қадірлей алатындығыңызды, өзіңізді сыйлай алатындығыңыздың белгісі, достар. Шашымыз кір болған кезде біз шашымызды жуу үшін ешқандай бізге мотивацияның қажеті жоқ. Жай ғана біз шашымыздың кір болғанын қараймыз да, яғни біз шашымызды жуу қажет деп өзіміз шешім шығарамыз. Сол сияқты сізге де егер артық салмағыңыз бар болса, артық салмақтан арылу үшін сізге күнделікті жаттығуларды жасауды өзіңіз қалыпқа айналдыруыңыз қажет. Мысалға, сіз қарайсыз, өзіңіздің денсаулығыңызда немесе кемшіліктер болып жатса, шашыңыз көп түсіп жатса жуынған кезде, онда сізге дер кезінде денсаулығыңызға көңіл бөлу керек, демек дәрігерге бару керек деген ой қалыптасып, солай жасауыңыз қажет болады. Дикцияны жақсартуға 3 минут, кітап оқуға 20 минутыңызды арнадыңыз. Демек, сіз өте керемет шанс. Мен бүгін кітап оқыдым, 20 минут, 10 минут жаттығу жасадым деп өзіңізге мақтау сөздер айтып, Гүлмира, сенің қолыңнан мысалы барлығы келеді, барлығы жақсы болады, өзіңізді мысалы мақтап, өзіңізге бір қолдау білдіріп отыруыңыз қажет. Сонда сіз өзіңізді мақтаған сайын одан ары қарай да бұл нәрселерді жасауды қалыпқа айналдырасыз. Талантқа сеніп қалмау. Мысалға, менде бір досым болды, ол журналистикада бір шама өзінің жетістіктері бар, өзінің таланты бар, өлең шығара алады. Осылайша ол өзінің талантына сеніп, ешқандай дайындықсыз шығармашылық емтиханға келген болатын. Бірақтан да өзіне сенімділік болса да, қанша білімді болса да, және бірақ дайындық болмаған себепті ол шығармашылық емтиханнан өте алмай қалды. Және де мен сіздерге айтатыным, ешқандай да сіздерге егер дисциплина болмаса, ешқандай талант сіздерге көмектеспейді. Сіздерге ең алдымен дисциплина керек. Яғни сіз мысалы ән айта аласыз, би билей аласыз, неше түрлі тілдерді білесіз, бірақтан да сіз оларды мысалға күнделікті жаттығып тұрмайтын болсаңыз, сіз бір тәртіпке бағынбайтын болсаңыз, онда ол талантыңыздың ешқандай сізге пайдасы тимейді. Мысалға айтып жатады ғой, көптеген жұлдыздар, әншілер бар, олардың барлығында дауыстары керемет деп айта алмаймыз біз, бірақтан да олар үнемі дисциплина, яғни оларда тәртіп бар. Күнделікті олар вокалға барады, өздерін жаттықтырады, спортпен айналысады, дене бітіміне қарайды, және де өздерінің дауыстарына күтім жасап отырады. Осының әсерінен олар үнемі сахнада жарқырап жүретін болады. Яғни сізге де кез келген уақытта өзіңіздің жарқырап жүруіңізге мүмкіндік беруіңізге болады. Ол үшін сізге бір тәртіпке бағыну қажет. Өзіңізге ұнамайтын істі жасау ол қалыпты жағдай. Мысалға, мен ағылшын тілін үйренгім келеді, ағылшынша сөйлегім келеді, бірақтан да мен ағылшын тілінде грамматикаларды үйренгеннен жалығып кетемін. Сол үшін де ол істі кейінге қалдырып жүремін, бірақтан да осы
аптадан бастап қайтадан бастадым ағылшын тілін үйренуді, және де мен күнделікті аз-аздан болсын ең бастысы тәртіппен осыны тастап кетпей ағылшын тілін соңына дейін үйреніп шығуды қалаймын. Сол сияқты сіздерге де достар, өздеріңіздің мақсаттарыңызды қойыңыздар және сол мақсатқа жету үшін өздеріңізге тәртіп қалыптастырыңыздар. Мотивация ол кез келген уақытта сізде болады, немесе кез келген уақытта ол сізден бірден жоғалып кетуі мүмкін. Ол жай ғана біршама уақыттық, ол жай ғана сезім сізде. Сіз ағылшынша сөйлеп тұрған қызды көріп, мәссаған, қалай ағылшынша таза сөйлейді, мен де осылай сөйлегім келеді дейсіз. Бірақтан да сол ағылшынша сөйлеу, таза сөйлеу үшін сізге қаншама еңбектену еңбектену қажет екенін ұмытып қаласыздар достар. Сол үшін де ең бастысы достар, өздеріңізді бір тәртіпке бағынып, өздеріңізді сыйлап, уақыттарыңызды қадірлей біліңіздер. Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.